Так, достар, бүгін біздер жалпы Binance биржасынан қалай тіркелеміз, және де верификацияны қалай өтеміз, және қауіпсіздікті қалай орнатамыз, сол жайында сөйлесетін боламыз. Ең алдымен Binance биржасына кіреміз. Бастапқы рет сіздерде басқашалай тұруы мүмкін, яғни мына жерде бізде Pro версиясы сіздерде болмауы мүмкін. Ең алдымен не істейміз? Сіздерде осылай болады, и жоғарыдағы профильдің суретінен басасыздар. Осы жерде біз Binance Pro дегенді қосуымыз керек болады. Binance Pro дегенді қосып болғаннан кейін біз яғни толығымен Binance'ың профессиональный түріне өтеміз. Жоғарыдағы профильді қайтадан басамыз, и осы жерде біз зарегистрироваться деген кнопканы басамыз. Зарегистрироваться деген кнопканы басқаннан кейін регистрация с помощью телефона или электронной почты дегенді басамыз обязательно. Басқаннан кейін біз осы жерде номер телефоны арқылы тіркелу дегенді таңдаймыз. Сіздер әрине почта арқылы тіркелсеңіздер болады, ешқандай жалпы айырмашылығы жоқ. Номер телефоны, мына жерде номеріңізді айтып кетіңіз. 705 701 57 68. Так. Қазір парольді орнатып қойын, сосын кейін сізге айтып берем, хорошо? Так, мына жерде біз толығымен пароль жаздық. Я ознакомился и соглашаюсь деген птичканы қоямыз. Дальше создание личного аккаунта дегенді басамыз. Басқаннан кейін бізге телефон номерге код келетін болады. Кодты айтып жіберіңіз. 593 360. Толығымен код жазып болғаннан кейін отправить деген кнопканы басамыз. Отправить деген кнопканы басқан сәтте бізден сразу жалпы негізі верификация сұрайды. Яғни сіз бұл аккаунтқа кіру үшін дальше уже сіздерге верификация орнату керек болады. Верификация ол мен алдыңғы сабақта айтып кеттім, толығымен жалпы биржаға өзіміздің бот емес, кәдімгі адам екенімізді дәлелдеуіміз керек. Пройти сейчас дегенді басамыз. И осы жерде біз место жительства енді қай мемлекеттес, біз Қазақстан дегенді таңдаймыз, продолжить дегенді басамыз, и страна гражданства, яғни бұл кісі қай елдің азаматы. Сіз Қазақстан елдің азаматысыз, дұрыс қой? Қазақстанды таңдаймыз. Осы жерде толық есіміңізді, егер отчествоңыз болса, отчествоңызды, фамилияңызды толығымен жазып кетіңіз. Так, мына жерде. Осы жерде толығымен мән беру керек, яғни сіздің аты жөніңіз удостоверение личностьтағыдай толығымен болуы керек, яғни қателік кетпеу керек. Аты жөнімізді толығымен орнатып болғаннан кейін, одан кейін біз туған жылымызды жазуымыз керек. Бірінші жылыңызды жазасыз. Жылым жазамын. Сегізінші август күні, продолжить дегенді басамыз, и мына жерде бізде полный адрес сұрап тұр, яғни сіз Алматы қаласы деп қойық. Алматы қаласы, почтовый индекс қандай Алматыда? 0540. Город Алматы, и продолжить дегенді басамыз. Продолжить дегенді басқаннан кейін мына жерде бізге тип документі көрсетіп тұр, яғни сіздер қазір биржаға удостоверение көрсетесіздер ма, немесе паспорт көрсетесіздер ма. Паспорт дегеніміз ол сіздердің загран паспорттарыңыз. Енді біздің жағдайымызда ол удостоверение личности. Удостоверение личности таңдаймыз, продолжить дегенді басамыз, и мына жерде бізге толығымен айтып тұр, яғни алды артын түсіріп жіберу керек деп. Продолжить дегенді басамыз, басқаннан кейін біз жалпы удостоверениемізді көрсетуіміз керек. Так, удостоверение жақсылап түсіреміз. Қазір енді артын түсіру керек болады. Алдын түсіріп қойдық, енді артын түсіреміз толығымен. Продолжить дегенді басамыз мына жерде. Так, продолжить дегенді басамыз тағы. Продолжить дегенді тағы да басамыз. Содан кейін бізді уже лицевая проверка кетеді, яғни біз өзіміздің түрімізді көрсетуіміз керек, яғни біз өзіміз Binance биржасына тіркеліп атқанымызды дәлелдеуіміз керек. Осы жерде мына жерде айтып тұр, яғни бас киіміңізді, очкиіңізді шешіп тастауымыз керек, және де освещение жақсы болу керек деп. Начать проверку дегенді басамыз, и тіркелейін деп атқан адамның түрін көрсетеміз. Так.
басыңызды оңға солға, төмен жоғары, көзіңізді ашып жұмасыз. Бізде проверка өтті, яғни толығымен біз верификацияға жалпы запрос тастадық. Закрыть дегенді басамыз. Закрыть дегенді басқаннан кейін бізде жалпы верификация обработкада тұрады. Шамамен 5-10 минуттың көлемінде сіздер толығымен верификация өтетін боласыздар. Енді верификация өтіп болғаннан кейін обязательно қауіпсіздікке мән беру керек. Яғни толығымен сіздер ең алдымен почтаңызды, номерді уже тіркеп қойдық. Қазір енді почтаны тіркеу керек боламыз. Енді мына жерде ең алдымен безопасность деген бөлімге өтеміз. Безопасность деген бөлімге өткеннен кейін бізде көрініп тұр, яғни электронный почта жоқ, және де приложение аутентификатор деген бізде леп белгісімен тұр. Электронный почта дегенді басамыз. Мына жерде электронный почта дегенге птичка қоямыз. И осы жерде біз өзіміздің электронный почтамызды жазуымыз керек болады. Электронный почтаны жазып болғаннан кейін бізге сол электронный почтаға код жіберу керек. Яғни отправить код дегенді басамыз. Бізге код келеді. Кодты айтып жіберіңіз. Код бізде 015 291. Енді телефон номеріңізге, яғни SMS түрде код келеді, соны да айтып жіберіңіз. 395. Толығымен кодты жазып болғаннан кейін отправить дегенді басамыз. И біз толығымен жалпы почтамыз бен нөмірімізді тіркеп қойдық деген сөз. Почтамыз бен нөмірімізді тіркеп қойғаннан кейін бізде обязательно птичка шығады. Енді бізге соңғы безопасность түрі ол әрине аутентификатор. Ол үшін біз App Store'дан немесе Play Market қосымшасы арқылы біз Google аутентификатор деген приложениені жазып алуымыз керек. Google аутентификатор деп жазамыз. И бізде мына жерде бірінші тұр, яғни Google аутентификатор приложениесі. Менде әрине уже жазылып қойған. Біз Binance биржасына кіреміз, қайтадан жазып болғаннан кейін Google аутентификатор деген приложение аутентификатор деген бөлімге өтеміз. Өткеннен кейін приложение аутентификатор дегенді басамыз. Басқаннан кейін бізде ссылка деп тұрады. Ссылка дегенді басамыз и пропустить руководство дегенді басуымыз керек. Осы жерде бізге код береді, сол кодты копировать етеміз. Копировать еткеннен кейін біз Google аутентификаторға кіруіміз керек болады. Осы жерде сіздерде әрине ешқандай код шықпау керек, өйткені менде полный орнатылған бұл жерде барлық биржалардың Google аутентификаторлары. Енді біз астында тұрған плюс деген кнопканы басуымыз керек. Плюс дегенді басқан кезде бізге сканировать QR деп тұрады, немесе ввести ключ настройки деген вкладка бар. Соны басамыз, яғни ввести ключ настройки. Басқаннан кейін аккаунттың атын жазуымыз керек, яғни Binance. Есіміңіз Ерасыл, иә? Чтобы шатасып кетпес үшін біз толығымен қасына атымызды жазып қоямыз. Ключқа жаңа біз Binance-тан алған ключті скопировать етіп алдық, оны мына жерге ключ деген жерге вставить етеміз. Добавить дегенді басамыз, и бізде астыңғы бөлімде Binance Ерасыл деген Google аутентификатордың коды шығып тұр. Яғни осы жерде бізде көріп тұрсаңыздар по времени, яғни 30 секунд сайын бізде код алмасып отырады. Бұл мошенниктердің сіздердің аккаунттарыңызды взломать етуге жалпы кері әсерін тигізеді, яғни барынша сіздің аккаунтыңызды қорғап қалуға көмектеседі деп айтсақ та болады. Так, енді біз толығымен осы жерде привязать дегенді басуымыз керек. Привязать дегенді басып болғаннан кейін мына жерде бізде номер телефонға код келеді, және де почтаға код келеді. Почта мен SMS-тің кодын айтып жіберіңіз. Содан кейін барып біз Google аутентификатордың кодын жазуымыз керек. Көбісі осы жерде қателесіп жатады. Жаңағыдай ең алдымен Google аутентификаторды орнатып қояды да, содан кейін жаңағыдай почта мен номерді жазған кезде кодтарын жалпы Google аутентификатордың коды дұрыс емес деп шығады. Не үшін? Өйткені 30 секунд өтіп кетеді. Сондықтан да ең бірінші почта мен SMS-ті толтырып аласыз, соңынан барып Google аутентификатордың кодын жазу керек сіздер. 658 SMS, иә? 243. 243. Енді почтаңызды айтып жіберіңіз. 637 701. Енді бізде соңғы бөлім мына жерде Google аутентификатордың кодын жазу керек болады. Міне Ерасыл деп тұр. Binance соны үстіне бассаңыздар скопировать етіледі. И мына жерде вставить дегенді басамыз и отправить дегенді басамыз.
бізде успешно толығымен Google аутентификатор орнатылды. Бірақ та көп жағдайда бізде, мен осы тұрғанда iPhone-мен көрсетіп жатырмын, егер де Samsung телефон, яғни Android телефон болатын болса, сіздерде кейбір жағдайларда жаңағыдай неправильный Google аутентификатор код деп шығады. Ол кезде не істейміз? Ол кезде біздер жалпы мына жерден телефон бере қойшы, Android. Қазір мен сіздерге камераларыңызды жақындатып көрсетейін. Яғни бізде жалпы Google аутентификаторға өткеннен кейін Android'тарда настройка по времени, яғни коррекция жасау керек болады. Сол коррекцияны жасау үшін қазір мен толығымен көрсетіп кетейін. Так, ең алдымен Google аутентификаторға өтесіз. Мынау менде Android телефон, Google аутентификаторға өтесіз. Google аутентификаторға өткеннен кейін жоғарыдағы үш нүктені басасыз, и осы жерде настройка дегенді басуымыз керек. И коррекция времени для кодов деп тұрады. Осыны басамыз, и синхронизация деген бар. Көріп тұрсаңыздар. Синхронизация дегенді басамыз, и окейді басамыз. Болды. Сіздерде уже код дұрыс болады. Яғни бұл жерде Android'тардың өзіндік бір жаңағыдай қателіктер деп айтайын ба, қалай айтсам болады. Енді сондай ошибкалар шығады, сондықтан да ең алдымен коррекция по времени, синхронизация жасап алуларыңыз керек болады. Так, осымен біздер Binance биржасына тіркелдік, верификациядан өттік толығымен, және де қауіпсіздіктерді орнаттық. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақтарда біз Bybit және де Huobi биржасына қалай тіркелеміз, соны толығымен түсіндіретін боламыз.